Сәлем достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырып тыныс алу жүйесі. Жүйеге бізде ең алдымен мұрын жатады. Мұрын желбезегі, мұрын кеңсірігі, көмей, кеңірдек, бронхтар, өкпе, плевра. Оларға жеке тоқталып ақпарат беретін боламын. Сіздер арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мұрын сүйегінен шеміршектерден тұрады. Кеңсіріктен шыққан екі шеміршек мұрынды 3 жылға бөледі. Ол жоғарғы, төменгі, ортаңғы бөліктер. Жоғарғы бөлік сына сүйек, торша сүйектің өзегіне ашылады. Ортаңғы жолға гаймар қуыстың өзегі ашылады. Үшіншісі төменгі жолға көз жас безіне ашылады. Жалпы мұрыннан өткенде ауа жылынады, тазаланылады, шырышты қабаттарда түктер болады. Екінші мұрыннан иіс сезу аксондары басталады. Мұрын бездерінен бөлінген сөлдің құрамында бактериоцид заттар болады, яғни олар микробтарды жоюға қатысады. Бұл қуыстағы ауа тербелгенде дыбысқа резонанс береді. Келесі көмекей 6 шеміршектен тұрады. 3 жұп, 3 тақ. Жұп шеміршектер ожау, мүйіз, сына. Тақ шеміршектер сақина, қалқанша, көмекей үсті. Жалпы көмекейдің 3 түрлі қызметі бар. Біріншісі қорғаныс, яғни тамақ өңештен өткен кезде көмекей үсті шеміршегі көпір жасап тұрады. Екіншісі тыныс алу, көмекей арқылы кеңірдекке ауа түседі. Үшіншісі дыбыс жасау қызметі, екі ожау шеміршектің арасында сыңыр тартылады. Сыңыр арасынан дыбыс желбезегі өтеді, яғни осы кезде бізде желбезекте ауа тербелгенде дыбыс шығады. Осы тұста дыбыстың жуару мен жіңішкеруі туралы айтатын болсам, қоршаған бұлшық еттер босағанда шеміршектің сыңырдың арасындағы саңылау кеңейеді. Осы тұста дыбыс жуарады, ал бұлшық еттер жиырылғанда саңылау керісінше тартылғанда дыбыс жіңішкереді. Бұл дыбыста жалпы ерін, таңдай, тіс, сөз жасауға қатысады. Келесі кеңірдек. Кеңірдек 5-7 омыртқа тұсында орналасқан, яғни кеуде омыртқа тұсында, ені 2,5 см, ұзындығы 10-15 см, шырышты бұлшық етті дәнекерлі ұлпадан тұрады. Яғни мына өкпенің фотосына да қарасақ, кеңірдектен өткен кезде бізде екі жаққа тармақталады, соны бифуркация деп атаймыз. Ол бифуркация барысында бронхтар бар, оң бронх және де сол бронх болып бөлінеді. Оң бронх қысқа, кең, ал сол бронх ұзын әрі жіңішке. Өкпенің ішіне кіргеннен кейін талдың бұтағы тәрізді тармақталған альвеолаларды көреміз. Олар 1 мм және де бұтақтың ең ұшында альвеола осылар болады. Осы жерде газ алмасу процесі жүреді. Альвеола тамырға оттегін береді, ал тамыр альвеолаға көмір қышқыл газын береді. Бұл процесс ацимус деп аталады. Өкпе латынша пульма, өкпе ол және сол болып бөлінеді. Оң өкпе 3 бөліктен 11 сегменттен тұрады, ал сол өкпе 2 бөліктен 10 сегменттен тұрады. Өкпе қақпасынан бронх артерия, 2 вена, лимфа тамырлары, жүйке талшықтары өтеді. Бұл тамырлардың жиынтығы өкпе түбірі деп аталады. Ересек адам өкпесінде 300-500 миллионға жуық альвеола болады. Жалпы көлемін есептесек 100 метр квадрат. Плевра, яғни ішперде өкпе қапшығы 2 жапырағы бар, париеталь және де висцераль. Париеталь ол кеуде қуысына астарлап тұрады, ал висцераль қабырғаға жабысып, әр өкпеге жабысып тұрады. Екі қабық арасында плевра қуысы бар. Тыныс алудың түрлері бойынша 3 түрге бөлінеді: іштік, кеуделік, аралас болып. Жаңа туған нәрестеде тыныс алудың түрі іштік, 7 жастағы балада оның кеуделік түрі пайда болады, ал 10 жастан бастап жыныстық ерекшеліктерге байланысты қыз балада тыныс алудың кеуделік, ал ер балада іштік түрі қалыптасады. Жиі тыныс алуды тахипноэ, баяу түрін брадипноэ деп атаймыз. Тахипноэ ол дені сау адамда жүгіргенде дене шынықтырумен айналысқанда болады, ал брадипноэ ұйықтағанда дені сау адамның ұйқы кезінде болатын тыныс алудың түрі. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.